Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді бауырсақтар және де пицца және де пигоди дайындаймыз. Яғни барлығы бір тестамен жасалынады. Бізге ең алдымен осындай жылы сүт және суды араластырып құйып аламыз. Оның үстіне тұзымызды, дрожжымызды салып аламыз. Майонездің үстіне шиті майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болып араласқаннан кейін сүтіміздің үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және де оның үстіне қантымызды саламыз. Тестамыздың үстіне ұн салып, жақсылап біркелкі масса болғанша қамыр илеп аламыз. Асыққан кезде жасағанға өте ыңғайлы. Бір тестамен бірден 3 түрлі тағам жасай аласыздар. Ашыған қамырымызды осылай жайып, керек формаңызда кесіп, бауырсақтарыңызды пісіріп алыңыздар. Өте дәмді шығады. Мен осындай формада домалақ тәріздес етіп пісіріп алдым. Дастарханда өте әдемі көрінеді. Сіздерде бұндай форма жоқ болса, стаканмен кессеңіздер де болады, өздеріңізге ыңғайлы формада. Және де пергаментке болмаса, салфетканың үстіне 5-10 минутқа қойып қоясыздар, кішкене көтерілгенше. Беті қайызып қалмас үшін бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, жабысып қалмайды, көтерілгені де тез, және де бір 10-15 минутта уже тесталарыңыз көтеріледі. Мен осылай 7-ге бөліп, 7 нанда пісірдім. Қызып тұрған майда жаңағы тоқаштарымызды пісіріп аламыз. Егер ортасының қуыс болмаған қаласаңыздар, осылай салған бетте аударып отырып пісірсеңіздер, сонда ортасы қуыс болмай әдемі болып піседі. Қызарғанша екі бетін пісіріп аласыздар. Өте пышный болып піседі. Және де менің арнамда көптеген рецепттер бар. Жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де шелпекті де осылай екі бетін қызартып, қуырып аласыздар. Өте пышный болады. Майсыз, дәмі де ерекше болады.
Және де дәл осы тестамен пицца дайындаймыз. Өте жұмсақ, сочный және де дәмі де ерекше дәмді пицца болып шығады. Мен бұл жерде жаңағы тестадан 250 грамм тестаны алдым. Яғни бір пиццаға 250 грамм қамыр жеткілікті. Жақсылап жайып аласыздар. Жұқа не қалың не. Орташа қалыңдықта жайып аласыздар. Дәл видеодағындай жасасаңыздар болады. Осылай противеньге орналастырып алғаннан кейін видеодағындай шетін қайтарып шықсаңыздар болады. Болмаса осы күйінде пісіре берсеңіздер де өте дәмді ерекше болып шығады. Жиырма грамм майонез және 20 грамм кетчуп алып, осылай жақсылап екеуін араластырып, жаңағы пиццамыздың қамырына жағып шығамыз. Барлық жағына тиетіндей етіп, кетчуп пен майонезді жағып аламыз. Жағып алғаннан кейін үстіне сәл ғана сыр сеуіп, бетіне колбасаларыңызды қойып шығасыздар. Болмаса қыздар өз қалауларыңызбен колбаса ұнатпасаңыздар, тауық етін қойсаңыздар да болмаса сосиска қойып жасасаңыздар да болады. Барлығын қойып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 5 минут пісіріп аламыз. Одан артық пісірмейміз, себебі нанымыз кеуіп, дәмсіз болып қалады және де қатып қалады қамырымыз. Сол себепті 5 минуттан артық пісірмейміз. Осы пісіп шыққаннан кейін бетіне тағы да сыр сеуіп, тағы да бір минутқа пешке салып аласыздар. Осындай өте дәмді пицца болып шығады. Үйдегілерге ұнайды, жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда көптеген рецепттер бар. Ұнаса көріп, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де дәл осы тестамен пигоди дайындасаңыздар да болады. Пигодидің рецептісі менің YouTube каналымда бар. Описание бөліміне міндетті түрде ссылкасын қойып кетемін. Сол жақтан көріп жасасаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше, бұл да балаларға қатты ұнайды.